Сәлем достар, бұл хрустящий вафлиді бір рет жасап көрсеңіз, қайта-қайта жасайтын боласыз. Барлығының құрамын төменге жазып қалдыратын боламын. Бөлме температурасындағы сары майға шекерді аз-аздан сала отырып, блендермен жақсылап араластырамыз. Шамамен 3 минуттай араластыру керек, шекер мен май ерігенше. Одан кейін 5 жұмыртқаны салып, оны да миксердің көмегімен жақсылап бір келкетіп араластырып аламыз. Кейін еліктен өткізілген ұнды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ешқандай да қопсытқыш, ас содасының қажеті жоқ. Осылай 4 қана заттың көмегімен вафли дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қоймалжың қамырымыз дайын. Енді вафельницаны қыздырамыз. Одан кейін осылай бір қасықтан салып, бетін жауып күтетін боламыз. Осылай вафли пісіп шығатын болады. Қолмен немесе трубочкамен орасаңыздар болады. Мен осылай қолмен орап шықтым. Барлығын осылай кезегімен пісіріп, орап дайындап аламыз. Осымен біздің вафлиіміз дайын. Арасына қалауларыңызша вареный сгущенка немесе крем жақсаңыздар болады. Егер видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!